Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Канаданың ішіне саяхат визамен келіп, саяхат визаны қызмет визаға алмастыруға бола ма? Осыған қатысты бірге отырып көрейік. Бұл Канаданың мемлекет торабеті, Government of Canada, work visa, work permit, қызмет визаны қалайдан алуға болады. Бұл жерде қай жерден тұрып тапсырасыз дейді. Канаданың сыртында тұрып тапсырсаңыз болады, Канаданың ішіне келіп болып тапсырсаңыз болады. At the port of entry, шекарадан кірердің алдында, көп жағдайда бұл Америка мен Канаданың аралығындағы шекарадан кірген жағдайда қызмет визаға тапсыру үш түрлі мүмкіншілік. Біз жаңа айтқанымыз, Канада ішіне мен саяхат визамен келдім. Сол саяхат визаны қайтадан қызмет визаға қайтадан тапсырып, тағы бір жаңа түрі қызмет визаны осындай жол арқылы алуыма бола ма дейтін тақырыпты айтып отырмыз. Сондықтан сіз Inside Canada, Канада ішіне кіріп болған жағдай. Бұл жерде бірнеше түрлі жағдайдар бар. Осының ішіндегі әрқандай біреуіне сіздің шартыңыз толатын болса, сіз ары қарай қызмет визаны Канаданың ішінде тұрып алуыңызға болады. Сондықтан өз жағдайыңызға байланысты. Біріншісі, қолыңызда әзір қызмет виза бар, болмаса оқу виза бар жағдайда. Оқушылар келіп мектебін оқиды, одан оқу біткен соң қолындағы оқу визасын қайтадан енді қызмет визаның жаңа түріне қарай тапсыру арқылы қызмет визаны алуына болады. Ал қолыңызда қызмет виза бар жағдайда, мысалы сіздің қызмет визаңызға 4 жылдық уақыт болмаса, 1 жылдық уақыт болады, ол уақыты толып кеткен кезде, сіз ары қарай қайтадан қызмет виза тапсыруға мүмкін болу керек. Сондықтан бұл жерде қолыңызда әзір қызмет виза бар ма? Енді бір жағдай, your spouse, common law partner болмаса, parent, әке-шешеңіз болмаса, сіздің жолдасыңыздың қолында әзір қызмет виза, болмаса, оқу виза бар ма? Мысалы, мен өзім келген кезде, өз қолымда оқу виза бар. Сондықтан өзім жолдасыма, ол міндетті түрде қызмет визаны алуына болады. Бұл жерде біз айтып отырмыз, сіздің жолдасыңыз болмаса, сіздің әке-шешеңізде бар болатын болса, қызмет визаға, болмаса оқу визаға алуына болады. Үшінші мүмкіншілік, сіз оқып біткен жағдайда post-graduation work permit дейтін. Мысалы, сіз өзіңіз university колледждердің ішіндегі әрқандай колледжі емес, әрине мемлекеттің өзінің белгілеген мектептеріне университеттен бітірген жағдайда қолыңызға 3 жылдық қызмет виза береді, оқу біткен соң. Енді бір жағдайы post-graduate work permit has expired. Сіз жаңа мектеп бітіріп, одан ары қарай 3 жылдық болмаса қанша уақытты қызмет виза, бұл қызмет виза бітіп кеткен жағдайда ары қарай қайтадан қызмет визаға, жаңа бір қызмет визаның виза түріне, документіне қайтадан қолыңыздағы документтер тапсыру арқылы жаңа бір қызмет виза алуына болады. Енді бір жағдай, you or spouse, common law partner, болмаса parent has a temporary resident permit that is valid for 6 months or more. Бұл біздің дәл әзіргі жағдайымыз. Сіздің қолыңызда болмаса, сіздің жолдасыңыздың қолында, болмаса әке-шешеңіздің қолында 6 ай, болмаса 6 айдан көп уақыт осындай permit, виза түрі бар ма? Біз айтып отырған travel виза дегеніміз саяхат визасы. Көп жағдайда саяхат визаға қолыңызға 6 айлық уақыт береді. Саяхат визаға 6 ай болмаса 1 жылдық уақыт береді. Қолыңызда осындай саяхат виза бар болатын болса, сіз ары қарай Канаданың ішінде тұрып, қызмет визаға тапсыруыңыз болады. Ал енді бір жағдайы, PR-ға тапсырып болған әзір тосып жатқан уақытта болмаса, қызмет істеуіңізге болады. PR деп айтып отырғанымыз, ұзақты тұрғыны болу. Канаданың ұзақты тұрғыны болу үшін сіз көп документтеріңіз тапсырасыз, соның аралығында бір уақытта сіз тосып тұратын болсаңыз, қолыңызда ешқандай виза түрі жоқ жағдайда сізге қызмет визаға тапсырып, сол жағдайда қызмет істеп жүруіңізге болады.
You made or will make a claim for refugee protection. Бұл айтып отырғанымыз босқындыққа тапсыру. Сіз босқындыққа тапсырып болған болсаңыз, болмаса енді тапсырам дейтін осындай ойыңыз бар болатын жағдайда Канада ішіне кіріп болғанда ары қарай қызмет виза алуыңызға болады. Енді біреуі астында айтылған convention refugee, әзір босқын болатын болсаңыз, болмаса protected person, қорғау үстіне алынған адам болатын болса, қызмет істеуіңізге болады. Әзіргі қорғау үстіне алынған адамдар әзір қызмет істеуіне болады. Енді артында тағы бір екі жағдай бар екен. Бұл көп жағдай, көп адамдарға үйлеспейді. Сондықтан мысалы біреуі Канада, Америка, одан Мексико мемлекеттер аралығындағы бір тоқтамдар бар, сол арқылы осы адамдарға үйлесімді жағдай. Енді бірі кейбір адамдар қызмет түріне байланысты қолында қызмет виза бар, бірақ басқа бір қызмет түріне кіретін болса, ол қолындағы мына қызмет визаны басқа бір түрге алмастыру керек. Сондықтан бұл екеуі көп адамдарға үйлеспейді деп ойлаймын. Осы айтып отырған әрбір біреуінің ішіндегі біреуіне сіздің жағдайыңыз үйлесетін болса, ары қарай қызмет виза алуыңызға болады. Біз бүгін айтқанымыз мына түрі. 6 ай болмаса 6 айдан көп уақытты қолыңызда бір виза түрі бар болатын болса, permit бар болатын болса, мысалы, саяхат виза қолыңызда бар болатын болса, қазір сіз Канаданың ішіндесіз, ары қарай Канаданың қызмет визасына тапсыру мүмкіншілігіңіз бар. Сондықтан, бұл жерде бар дейтін болсаңыз, сол бұның ішіндегі біреуіне маған лайық дейтін болсаңыз, yes. Одан ары қарай сіз торап арқылы Канаданың ішінде тұрып тапсыруыңызға болады. Ал тапсырудың жолдары work permitқа $155 ақша кетеді. Open work permit дегені сіз әрқандай қызметке де бара беремін. Мен қызмет виза түрі болса болды. Мен әрқандай табылған қызмет істей беремін дейтін болсаңыз, $155-тің ішінен нағда $100 ақша бересіз. Сонда $255 Канада мемлекетінің торапетіне тапсыру арқылы сіз саяхат визаны қызмет визаға тапсыруыңыздың ең basic requirement былай айтқанда мүмкіншілік бар. Ал енді ары қарай сіздің қолыңыздағы жаңа саяхат визаңыз қызмет визаға алмастырылды ма, сіз қолыңызға міндетті түрде бере ме деген нәрсе, ол сіздің жекелей жағдайыңызға қарайтын. Мысалы, сізден тіл нәтижеңіз қандай, қай жерде тұрасыз, қай өлкеде тұрасыз, әзір қанша ақшаңыз бар дейтін осылардың бәріне қарайды. Ал көп жағдайда сіз Канада ішіне кіріп болған адам basic requirement жаңағы бәрі чат жағдайлары өткен жағдайда қызмет визаны алуыңызға болады. Бірақ сіз сыртта тұрып тапсырғаннан қарағанда оның мүмкіншілігі өте жоғары. Сонымен бүгінгі айтып өткен тақырыбымыз саяхат визамен келіп, ары қарай қызмет визаға тапсыруымызға бола ма дейтін тақырып. Сіздерде сұрақтарыңыз бар болатын болса, астыға сұрақтарыңызды жазыңыз. Одан сырт видеоларымызға лайк басыңыз, видеомызды елдерге тарқата жүріңіз. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Рахмет сіздерге.